46-шы сабақ есептер шығару математикалық олимпиада. Мен есептерді әртүрлі тәсілмен шығаруды үйренемін. Бірінші есеп: балалар қалада өтетін математикалық олимпиадаға автобуспен барды. Сызба бойынша есеп құрастырып, әртүрлі тәсілмен шығар. Мұнда бізде мынадай сызба берілген. Барлығы 50 жолаушы, оның 18-і ұл бала, 17-сі қыз бала. Ересек адам санын табу қажетпіз. Есептің шартын дәл осылай жазып алдық. Ұл 18, қыз 17, ересек адам белгісіз, барлығы 50 жолаушы. Шешуі: 50 минус 18 қосу 17 тең болады 15. Ересек адам саны 15. Номер 2-ші есеп: есептеудегі қатені тап, дұрыстығын тексер. Осындай бізде 4 бағандағы есеп берілген. Қосу, азайту амалдарына. 66-ға 18 қосамыз 84, 6-ға 8 қосқанда 14, 4-ті жазып 1 ойда, 6-ға 1 7, ойдағы мен 8, 84-тен 18 азайтқанда 66, 80-нен 16 азайтамыз 34, 34-ке 46 қосқанда 80, 100-ден 82 азайтамыз 18, 82-ке 18 қосқанда 100, 49 қосу 27 тең 76, 76 минус 27 тең 49-ға. Үшінші есеп: есепте бізде мына жерде 12 өрнек берілген. Осылардың мәнін табуымыз қажет. Ең бірінші 25-ке 26-ны қосқанда 51 саны шығады. 74-тен 48 азайтқанда 26, 71-ден 53-ті азайтқанда 18, 27-тен 19 азайтамыз 8, 34-ке 57 қосамыз 91, 62-ден 35 азайтамыз 27, 38-ке 57 қосқанда 95, 73-тен 18 азайтқанда 55, 19-ға 58 қосамыз 77, 63 минус 28 тең 35, 37 қосу 34 тең 71, 75 қосу 75 минус 47 тең 28. Төртінші есеп: балалар бірдей мысалдарды анықтады. Оларды есептеп жұбымен жаз. Осылай жазып шықтық. 300 қосу 400 тең 700, оның жұбы 300-дік қосу 400-дік тең 700-дік. Келесі 35 қосу 42 тең 77, оның жұбы 3 ондық, 5 бірлік, қосу 4 ондық, 2 бірлік тең 7 ондық, 7 бірлік. 35 қосу 65 тең 100, оның жұбы 3 ондық, 5 бірлік, қосу 6 ондық, 5 бірлік тең болады 1 жүздік. 900 минус 500 тең 400-ге, 900-дік минус 500-дік тең 400-дік. 98 минус 50 тең 48, 9 ондық, 8 бірлік минус 5 ондық тең болады 4 ондық 8 бірлікке. 45 минус 23 тең 22, 4 ондық, 5 бірлік минус 2 ондық, 3 бірлік тең 2 ондық 2 бірлікке. Бесінші есеп: есепті шығаруға карточкалар таңда. Саябаққа 3 күн ішінде 30 ағаш отырғызылды. Бірінші күні 15 ағаш, екінші күні 7 ағаш отырғызылды. Үшінші күні неше ағаш отырғызылды? Ең бірінші шартын біз осылай жазып алдық. Бірінші күні 15 ағаш, екінші күні 7 ағаш, үшінші күні белгісіз, бірақ барлығы 30 ағаш. Шешуі: 30 минус 15 қосу 7 тең 30 минус 22 тең 8. Жауабы: үшінші күн 8 ағаш отырғызылды. Кері есепке келер болсақ, бірінші күні 15 ағаш, екінші күні 7 ағаш, үшінші күні 8 ағаш, барлығы белгісіз деп алдық. Шешу: 15 қосу 7 қосу 8 тең 30, барлығы 30 ағаш отырғызылды. Алтыншы есеп: өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Мұнда азайғыш, азайтқыш айырманың мәні берілген. Азайғыш 60, азайтқыш 25, айырманың мәнін табу үшін 60-тан 25-ті азайтамыз. Келесі азайғыш 40, айырманың мәні 16, азайтқышты табу үшін 40-тан 16-ны азайтамыз. Келесі азайғыш 50, азайтқыш 15, айырманың мәнін табу үшін 50-ден 15-ті азайтамыз.
Келесі азайғыш 30, азайтқыш белгісіз, айырманың мәні 19. Азайтқышты табу үшін 30-дан 19-ды азайтамыз. Келесі азайтқыш 35, айырманың мәні 60, азайғышты табу үшін 60-ға 35-ті қосамыз. Жалпы осылай жазып алдық. 60 минус 25 тең 35, 40 минус 16 тең 24, 50 минус 15 тең 35, 30 минус 19 тең 11, 60 қосу 35 тең 95-ке. 80 минус 42 тең 38, 59 қосу 30 тең 89, 50 минус 16 тең 34, 70 минус 35 тең 35, 80 минус 54 тең 26, 32 қосу 50 тең 82, 90 минус 45 тең 45. Жетінші есеп. Ағалы інілі Дәурен, Нұрлан және Әділет бір мектептің әртүрлі сыныбында оқиды. Дәуреннің жасы Әділеттен үлкен емес, ал Нұрлан Дәуреннен үлкен емес. Үлкен, ортаншы және кенже балалардың есімін ата. Жауабы: Әділет үйдің үлкені, яғни ағасы, Дәурен ортаншысы, Нұрлан кенже бала.